Бір жесірдің бойжеткен қызы болыпты. Аты Бибігүл. Тұрмысқа шығатын кезіне жетіп қалыпты. Бірақ құда түсемін дегендер жеткілікті болса да, әртүрлі себептермен анасының жанында отыра беріпті. Тұзы аздау, ал менің қамырым ойдағыдай. Апа, қарашы, бауырсақтар үрленіп пісіпті. Айттым ғой. Ой, бұл құдалар келді. Бол тез самаурынға шай қой. Табақты алып кел. Бол тез. Дастархан басында үнің шықпайтын болсын. Ұқтың ба? Бәрі келді. Қош келдіңіздер, қадірлі қонақтар. Дәм татып отырыңыздар. Қазыдан ауыз тиіңіздер. Мұның бәрін дайындаған Бибігүл. Қолынан келмейтіні жоқ. Өзі пысық, өзі аспаз, әрі шебер. Әй, осыдан келін артық келін таппайсыздар-ау сірә. Қызым, самаурынды алып келе қойшы. Ойбай, мұнаға су құймапсың ғой. Қазір. Мынауың тайып тұрды ғой, осынты еркек дейді-ау. Мұндай жігіт маған тең емес. Тең емес дейді. Ай, күйдіргі. Сайтан. Апа, ұрмашы, апа, ұрмаңшы. Ой, ауырып кетті ғой, апа, ұрмашы, ай. Ай, апа, қойыңызшы. Апа, көмектесіңдер. Ей қатын, мына сұлудың не жазығы бар? Уа, ханием, бұл менің қызым. Ашуымның себебі... Себебі осы өңірдің ер азаматтары мен үшін таласып бір-бірін қырды. Сол. Бұл дүниеде менен пысық, менен шебер жан таппайсыз. Сондай шебер болсаң, хан сарайына кілем тоқып бере аласың ба? Мен әлемдегі ең керемет дегеншімін ғой. Бұлай келсей, шебер болсаң өзіңді аламын, болмасаң басыңды аламын. Сөзімді қайтып алдым. Қалдың ғой. Түк келмейді қолымнан. Ей, босатыңдаршы. Ей. Мына өрнекті қай уақытта жасап қойған? Ханым, сіздің ісіңізге араласқан үшін кешіріңіз. Сіз кімсіз? Мен әлемдегі ең мықты тігіншімін. Тоғыма көрсем тыныш отыра алмаймын. Маған кілем тоқуды үйрете аласыз ба? 3 жылдың ішінде үйретіп шығамын.
Тым ұзақ екен, мен тігіп үйренем дегенше басым фіш түсіп қалар үй. Ай, жағдайым мүшкіл екен. Ха, сенің ішіңді өзім-ақ бітіре аламын. Рас па? Онда былай. Кілемнің бетіне мынандай сурет салу керек. Бірақ менің бір шартым бар. Сен менің атымды табуың керексің. Таппасаң мәңгілік мендік боласың. Әлемдегі ең есім тапқыш мен. Келістік. Бәрекелді, менің есімді мынаған айтасың. Ертең көріскенше. Балтабай.